Hayırlı geç dostlar, bizde zamanauli komedi. Bugün bizde konakta ерекше Жан Невидимка. Қош келдіңіз. Бәрекелді. Сәлем. Қалайсыңдар, жақсыңдар ма жігіттер? Бұл жолы ешқандай жұлдызсыз, ешқандай жұлдыз шақырмай деп шештік, себебі біздің жігіттердің өзі жұлдыз. Біздің басты демеушіміз JM Oil және Credo Parfum. Қайсы кеш? Не деп отыр? Сондағылар. Сондағы шаруа бітті жатыр ма? Неге ма бизок жараспайды? Милициялар сияқтысың сен ба? Полиция ұқсайды түрі, да? 3-ші колонка қияу. Саған жаңа почтадан хаттар жеткізеді ғой. Хот-дог дайын болды ма? Американский кинода хот-дог істейді. Көріп келіп тұр өзінде. Бас жуатындай болса, майлы болып. Осы қалай енгісті көріп көрді. Сосын кондер. Баука, отырма, фураны түсіру керек. Болды. Баука, сен бизок киіп алсаң, любой затқа үйлеседі екенсің. Так, давай бастаймыз да? Давай. Бізде бірінші комментарий оқитын Нұртай! Мен Нұртай ағай. Жоқ, мана сен кіммін дедің? Кім еді? Шерби. Өзің. Шербаткоп. Ау, Шербаткоп. Біреуін айтшы, екі адамды айтшы. Орыс бала ғой. Сен біреуін айт. Щербаковты қосып, Щербатков дейді. Жоқ, екеуін айтпай, біреуін айтшыш дейді ғой. Ыңғайсына қой. Сәке Майғазиев. Оңайын айтшыш. Кімсің енді? Нұртайым ғой, брат. Тұран, короче, тиктоктан бір бала енді осындай зат салып жүреді, видео салып жүреді, қараңдар шығарсылап. Осындай. Айырып отыр ағам. Кіндігі бірден айтайын тұрған сияқты емес па? Шамар екен, а? Аңғара. Охо. Ваннада былай деп тұр, клубқа барса не өт? Охо. Кетті. Қолтықты да қарадыңдар ғой да? Астына өрі жазып кетті. Қолтыңа ләң сал оғансың ба? Негізі қатты билеп тұр бұлай. Японияң адамсың. Кейін болса? Бірақ ваннада билеп тұрған эпир сияқты ғой бұлай. Басқа үйде адам бар шы. Қонақ келіп Келек көрді ғой да ескірте болды. Айнадан денесін көріп қалды да, нормальсың ғой деп билеп салат сияқты. Бір қарап алды, бірінші биліпті, біріншіді кішкене де. Әдемі, давай кеттік, Баука. Менде отбасылық андай пранк видео ғой. Ошым бір әкесіне семьясы пранк ұстаған ғой енді. Бір әкесіне ұстаптыр, иә? Давай. Ошым әжеде ойыншық тұрады. Сол ойыншықты бірден қозғалтып атыр. Бірі қарады. Әкесіне мұқият қарап отырыңыздар, үстіндегі әрекетте, киіміне. Примерно жансай әйел сияқты. Сол астында бір жазып жүріпті ғой. Тельняшкадан ұят болды ау брат дейді. Бір секірген кезде ұмытып кетті ғой да, тельняшкасында. Одан қалақсып, шешіп тады ғой да. Ол тельняшкадан ұят болған қарнынан білуге бар ғой. Қарнның өзі жақында барып келмеген көрсетіп тұр ғой уже. Біраз жыл болған ғой барып келгенде. Сол кезде үлкен қыл алып келген ба тельняшкасын. Болашақта кием деп. Давай кеттік. Тұрар. Менде бір видео самолетта түсірілген. Қараймыз. Әдемі видео түсіріп отыр едім дейді. Қасымдағы кісі оянып кетіп, мынандай сұрақ қойды дейді. Тыңдаймыз. Қай жерге келді ге? Қай жерге келді ге дейді. Соған бір ұжа жүртті. Қайдан түсесіз демедің бе дейді. Болмаса, мұна самолет Қытай қашпады дейді. Қай жерге келді? Ұзақ ұшып бір надел шығып кетті ғой да, Қытайға жақындатып бады. Бір
бір сөзің бөлейінші да, айтшы. Паспен осы жерде самолет жайлы братанның бір историясы бар, маған қатты өтетін. Қайсысы, Атыраудан кетқандағы ма? Иә, ұйықтап қалып. Иә, прикинь, мынандай болды, соны айтайын деп жатыр едім ғой. Бір кейде болады ғой, бір орынсыз айқай шығарып кететін адамдар болады ғой. Білем, танимын. Жоқ, Микон айтып отқан жоқ. Жалпы өмірде орынсыз айқай шығарып кететін адамдар болады ғой. И соны кейде сабыр сақтаған андай жақсы болып қалады екен, кейде хайырлы болып, пайдалы болып. Сосын самолетте отырамын Атыраудан, түнде ұйықтамай мініп тұрмын ғой. Түнімен балдармен кітап оқыдық, не істедік, сосын таңға дейін да, допельса дейін кітап оқыдық, өйтіп бүйтік, сосын самолетке мінем, бітіп отырмын ғой ұйқыдан. Атыраудан Ақтауға ұшуым керек. Отырам да бүйтіп, көзім бүйтіп ілініп кетіп отыр да, өстем де ұйықтап кетем. 1 сағат па 2 сағат па итак самолет кешікті ұшпай. Ұйықтап кетем, ұйқыдан тұрам, көзімді ашам, әлі тұр ғой самолет. Прикинь, 1 сағаттай ма ұйықтап болғам ғой мен. Ұшпаған. Басым кетіп қалды. Таң ғой, таң ұйықтамай бар, мініп кетіп, үйге ұйықтап болғам дейтін сияқты ой ғой. Терезеге қараймын, күн тұман әлі. Бәрі отыр. Бәрі чек болды. Ішімнен қыздар шақырып алып, мұндай ой кетіп жатыр ғой. Ішімдегі сәл көкбет нұр бол. Айтшы деп жатыр ғой. Битейін тұрмын ғой мен тұрып. Қыздар деп анжеге дейін барам да, еске алып. Шамыз ұшпаймыз ба? Иә, мен барған жоқ, бірақ ойлап жатырмын. Анжеге дейін барып, қыздар ұшамыз ба, ұшпаймыз ба біз? Не масқара мынау, қаншама адам отыр? Деп айтайын ба, деп ойланып жатырмын. Тың Римен тағамыз 10 минуттайын қонамыз деді Ақтауға. Бұлттың арасында жатыр екен ғой. И мен қатты шаршағам ғой, ұшқанды білмеймін, сезбеймін да. Енді ойлаш, мен ана жерде айқай шығардым да, барып. Ойлаш, бүйтіп бардың да, артыңда 300 адам қарап отыр да, қыздар дедің да өзімізде. Ұшамыз ба, ұшпаймыз ба? Мына адамдардан ұят емес па? Дегенде қыз, кешірерсіз, орныңызға отырасыз ба, Римен тағыңыз, біз қонамыз десе да. Артыңа қарағанда 300 көз. 300 көз саған қарап отады ғой. Бәрі ояқ біткен. Қалай екен деп отады саған қарап. Сөйтіп айқай шығарасың ғой, әка ұшамыз аға, сәл сабыр сақтаң деп, сен скорыймен күтіп алсың. Ауру деп ойлап па? Отырысып па? Бұдан шығатын қорытынды бірдеңені білмей жатып айқай шығармаңыздар дейсің ғой. Әрдайым сабыр сақтап жүріңіздер. Қамтолит. Сабырды сары алтын. Так, енді келесі комментарий мен ба? Өзің. Да, так, кеттік ал. Менде бір видео, бір қыз, жас қыз өзінің әжесін видеоға түсірген. И былай айтады. Достар, бұл менің миллионер әжем. Ранд компаниясының басшысы, өзіне жас күйеу, мұрагер іздеп жүр. Сәлем айтып қойыңызшы, әже. Сәлем балалар. Менің әжем жас күйеу іздеп жүрді. Астына біреу жазып жүрді. Қайдағы әже, сенен жас көрінеді деп. Типа ужасындырып алып жатыр комментариймен кемпірді. Қайдағы әже, удачи деп жазып жүрді астына біреу. И ғой да бұлар. Қазір сондайды ажырата алмайды. Мынау ииден жасалған әже ма? Бәсе, мұндай қазақта әже жоқ мен. Мен бүткіл әжені танимын Қазақстанда. Жалпы и дейтінде қатты кетіп отыр да қазір. Трец сияқты ма? И қой. Дұрыс қолданбасаң. Жоқ, шынымен де да, адамды айыра алмай қаласың кейбір. Қазақшасы еперсі ма? Жи дейтін. Жи. Давай кеттік, Нұртай, келесі видео. Мектеп кезіндегі бір класстан апайы жаңағындай. Мынандай сұрақ қойып отыр, қараңдаршы. Бала тілі? Ананың көңілі балада, баланың көңілі? Баланың көңілі... Тыңдамайды, апайы да. Өнер алды, қызыл? Өнер алды, қызыл... Өнер алды? Өнер алды, қызыл тіл. Дос жылатып айтады, дұшпан? Дос жылатып айтады? Дос... Дұшпан? Дұшпан жылатып айтады. Дос жылатып айтады. Дос жылатып айтады? Дұшпан күлдіріп айтады. Көп түкірсе? Көп түкірсе... Мұны таза допрос болды.
балдар групповой сотталып жатқан сияқты ма? Бұл видео бірінші кадр емес сияқты, бірінші дубль емес сияқты. Ja, балдардың жаңасына түріне Жалқысына келгенде біреу шатасып туу деп қайтып басталған. Апай шаршап қалған ба? Ана бүйтіп отыр ғой, камераға бүйтіп отыр ғой. Соны соткамен айтып, бала тілі. Соткамен мына жерде. Не барған сияқты бүйтіп барар түрлі. Бәрі бүйтіп отыр ғой. Ерболдар оқи ма еще? Шықпады ғой ше. Қыздар талық болған шығар. Ана түрі бар ғой. Үйге кетемін десең мақалайды дейді бар ғой. Біреу айтады 100 болсын, 100 теңге болғанша 100 болсын дейді ғой. Өтіп кетеді. Екіншісі 50 теңге болғанша 50 болсын. Өтірік айташы. Сен жартылай барасың десе. Апай өтірік айтса да жібере береді ана. Давай кеттік ал Баука. В общем, TikTok'та андай нелер ойнайтын шығарсыңдар да, ойындарды. Кейбір арасында шығады. Қой жоқ, бала емеспіз ғой. В общем, сондай ойын ойнап жатыр күйеуі. Қараңдар мына мұқият күшті. Аста біреу жазып жіберіпті ғой. Бұлар өлмейді брат дейді ғой. Адамдар қақады. Бән әйелде қорлық көріп жүр ма? Негізі әйелден қорлық көріп жүр деп прикол ұстайды ғой. Ана әйелдер күйеуімізден қорлық көріп жүр деп шындап айтады да. Еркектердің мәрттігін қарашы, еркектер прикол ұстап айтады, ойнап. Әйелдер подкастқа барады, бірдемеге барады. Қой, ред флаг болып кетер. Осы жерден доғара қой. Байкот мынаға деп отпыз. Давай кеттік ал. Менің келесі видеом бұл қыз барлық сөзді керісінше оқиды ғой. Сондай таланттар бар екен өмірде. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан Атырау, Өскемен, Алматы, Шығыс, Семей, бәрін керісінше оқып тұр. Қызылорда, Пәлеш. Тақар күлгенін қарашы. Мынау күлгенде де теріс күледі сияқты ғой дейді. Теріс қаратып күліп тұр ма? Мен таңғалатындымы жоқ. Біздің мысалы Нұрол братанда осындай өнерлі. Қазақ деген. Қара мысалы занавеска. Менің мегазяш. Міне. Диван. Винат. Нан. Қазақ. Микрофон. Заманауи комет. Уақыт Бұл да бір өнер жалпы. Жоқ, жалпы деймін да. Өнер болғанда да пайдаға қалай болады екен бұл мысалы? Пайдаға аспайтын өнерлер бар ғой сондай. Кейбір да. Арифметика пайдаға асама мысалы. Ол есеп қойын. Мынау таза андай. Бірақ көшеде бүйтіп есептемейсің ғой. Мысалы, пайдаға аспайтын өнерің бар ма сенің? Бар. Қандай? Мостикке тұра аламын. Он затқа пайдасы. Кімге пайдасы бар? Күмәнім бар, мостикке тұра алатының. Мен қара, мен былай жүре аламын. Былай бәшпеймен да, мысалы. Кімге пайдасы бар? Өнер ма не ол? Жүре аласың ба сен? Жүрші ал. Бәшпейсің қалсын. Сен бәшпеймісің, тоғықпен жүре алмайсың ғой сен. Пайдасы жоқ. Өнерің бар ма пайдасыз? Ой, өнер көп қой бізде бауырым. Қандай айтшы? Мысалы мен пиво ішемін, ол да бір өнер, пайдасыз да. Жоқ, обязательно өнер керек па десе. Жалпы, братан, мынау бір пайдасы бар негізіне. Мынағандай. Бір суық хабар жеткізетін кезде жіберетін адамдар ғой. Баяғыда хандарға домбырамен жеткізеді ғой, сол сияқты. Жеткізесің, бірақ андай ақырын жеткіз, шошып кетпесін, жай жеткіз деп айтады. Сол кезде кімге уақыт болды деген терісінше айтады ғой, короче. Жоқ, біздің кезімізде андай бар еді мысалы бұрын. Нұпыр тупай деген сияқты. Ипер тепен бапар қопой. Құпия затты айтуға. Сепен сепен ба? Құпия емес қой, ана мамасы мен папасы бір жерге баратын кезде баласын көрінше орысша сөйлейді ғой, сол сияқты ғой. Қыздарды сөйлетеді ғой сөйтіп. Өсек айтқан сияқты ғой. Сондай ғой, сондай. Бөпелмебей сепен ба? Қой, сенікі кәдімгі бұпан болып кетті ғой, сенікі арт жағы, айтшы кейін. Бұпан деген сөз шығып кетті ғой, білмейсің бе деген сөзің ішінде. Бұпан істеп жүр, айтшы. Сен айтшы өзің. Мен айта алмаймын, мен тек қана нұпыр бопол, епір-тепен қапар қопой дейтінді білем. Нұрбол ертең бар ғой деген. Болды сол, апашкерден. Нұрбол ертең бар ғодан ұзақ сөз. Жаңа пайдасы жоқ өнерге жатады осы.
жоқ қара нұпыр бопол б қосып айтады ішіне п ма ф қосады ф нұпыр бопол әркім әртүрлі өзіңе шығар қандай қосса біз өзен жақта ф қосатын еді боранқұл біз жақта көбіне майонез қосып істейтін болды майонез қосып 3 жерге қоясың әдемі салат шығады жоқ қара нұпыр бопол епер тепен бапар ғопой бар ғой деген п қосады екен п қосады екен бұл сөз братан Нұрбол ертең бар ғой деген Нұрбол ертең бар ғой Нұрбол ертең бар ғой ама деген сияқты біреуге әңгіме айтпайсыз ба соның басын жаттап қалғанмын ғой апашкалар айтып жүрген кезде артын білмеймін сіздер білмейсіздер мен вообще білмейді да көрдің бе білімсіздер ғой тұпар апар епір тепен бапыр ғопой бапа лапар рапарға айтпай ама десең жақсы болшы бапа лапар ғапа айтпай апа тамақ ішеді саясатты осылай жеткізу керек та саясат алдабай кеттік Нұртай алдабай тоға короче бір жігіт өзінің қолын ісіп кеткен ғой қолы иә соны видеоға түсіреді да салып жібереді тиктокқа қараңдаршы ақсақал айтты 30 жасында арда мына жұдырық сенікі емес бұл қазақтың жұдырығы егер бұл иә астына біреу жазып жіберіпті оны жинап қойған нәски сияқты екен қолға алған ұқсайды екен да натура екен да жинақ қойған нәрсе сияқты әдемі давай кеттік баука бір жігіт стройканың басында не түсірген ғой видео түсірген ғой типа хабарландыру иә жұмысқа адам керек деп ассалаумағалейкум жігіттер біздерге осындай жұмысқа 2 адам керек болып тұр осындай шекті тағы жоқ 3 адам керек болып қалды астына жазып жүріпті ғой тағы запчастьқа 1-2 адам алып қоясың ау дейді ғой запасқа де запасқа иә ну приколға түсірілген видео былай негізінде иә бірақ қаха екен запчастьқа деп болды шын түсіп кетсе қаха екен да ана шын түсіп кетсе бір әрі айтып жетеді ғой анау да дұрыс айтасың иә еще суға секіріп батқан айтып үлгермейді шығар Нұртай әдемі запчасты қақа болды да жоқ запчасти дегенде келеді жалпы құрастырып адам деген сияқты прикол шығады аяқ қолын деген бауканы қорғап жатқанмын ғой барынша бауканы қорғап жатқан не дегенмен енді американ фобояры ғой енді кей алшы үш қолдық не болды үш қолдық не дайын болды нағашы үйге неше табақ керек деп жатыр неше көмет қалды әйелдерге 3 табақ дейді ғой есік алдында тұрып так кеттік тұрар так менде тиктокта мынандай фото көрдім мынау 2016-та қыз өзін салған 2016-та мен мындай едім дейді да 2016-та иә ал 10 жылдан кейін 2026-та міне осындай қыз болдым дейді соған біреу мынандай комментарий жазып кетті биткоин дейді неге биткоин баяғыда ешкім бағасы болмады құнсыз болды ол биткоин қазір қазір ең қымбат кезінде даже биткоин тиын болған ешкім алмаған қазір бағалы өте қымбат в общем кезінде бағаламадық қой деп тұр ғой қазір қолымыз жетпейді деп тұр ғой Димаш сияқты ғой өте қатты күлдім да биткоин дегенге жоқ Димаш дейтін енді тек қана дауысы деген сияқты жетпейді сияқты бұған күлуге біздің демей ақ қой сенікі шығар енді мен братан күлмей қалдың ғой братан енді 1-2 запчасти керек дегенге қарағанда сенікі жетпейді шығар братан бар ғой а мен трейдинг биткоин ондайларды білемін мен братан технический кіріп кеткен қай жермен тұрар ата неге биткоин деді ғой басында жоқ уровень жетпейді деп еді ғой сенікі ғой жоқ бажа айтшы мен биткоин не екенін біліп отырмын жоқ биткоинді білеміз ғой бәріміз де енді бірақ андай бірден жаңартылып қалып күліп не істемейсің ғой не ол биткоин деген не ол биткоин типа андай не ғой интернеттегі ақша ғой примерно валюта бірдеңе валюта андай қолға ұсталмайтын үшін бағалы зат сөйтіп өсіп тұрады сен солай ойлайсың Нұртай сен қалай ол зат қоймаңдаршы мысалы бүйткен мысалы адам отырады мен бүйтетін ол бит қой да но биткоин бірақ оны білмеймін оны меніңше ол ана не алабай ит ол бетховен ғой да биткоин пианино тартатын адам жоқ мен биткоинді біліп отырмын просто не үшін бүйтіп жаз деген түсінбей қалдым да түбін бәрімізде сол ғой биткоин жоқ бәрімізде мен өзімде іштеймін сен барып алып кетемін мені ертпеші қасыңа мен өзім жүрген сен боранқұлсың видеоның қасында жүресің сен маған қарайсың бәрібір кете алмайсың сен маған қарайсың білмеген өшері жақсы да
Білмегеніңнің өше жақсы қарап отырасың. Так, менің келесі көрсететін видеом. Кеттік. Гендер пати жасап жатыр ғой, короче. Бірінші рет жасап жатқан ғой, енді аға мен апа. Осының астына біреу жазып жүріпті ғой. Ауа шықты ғой, сонда әйелің просто қабақ па деп. Просто семіз ба деп та қарны бар. Видео қақа екен. Видеосы қақа. Жайлы ана. Қарашырек аренді ба дейді. Аған эмоциясы Бірақ бар ескертпеген ғой мынаға да үстіндегі жару. Нені жару керек екенін айтпаған ғой енді. Бұл да енді үстінде не болып тұрғасын бәле қаларым деген шығар. Ішіне жар жүріп, ішіне су төгіліп кетіп бәле болар деген шығар. Братан, бұл ойлап тұр, ешкім шошытпай ақ қойыңшы деген ғой. Андай ғой, кейде осылай интернетте риясыз адамдардың түрін көріп қуанасың ғой, эмоцияларын. Бұл шынымен бұл жігіт білмейді, но сол білмегенімен ха-ха болып тұр да. Давай кеттік. Нұртай! Короче, өзім айқайлаған жоқ ба, қатты Нұртай деп. Бұлай естіліп тұрмай жатырсыңдар. Мен де келесі видеом фото. В общем, екі жігіт. Мен келесі видеом фото дейді. Видео емес дедім. Короче, менде фото ғой. В общем, екі жігіт кафеде ухайт етіп отырады. Учаскеге аяғы кіріп келген ғой. Дейді, сосын астына бір жар жүрді. Ажалың келгенде қарады. Кассаверді екі свежий кружка, мұздай, арахис, лейс бірдеңе дейді келіп. Басқа не хорады деп отырып отырады ғой. 5 минутта дайын ба. Сол кезде келіп келді. Давай кеттік, Баука. Енді мен келесі видеом, андай мен өмірде боқтамаймын ғой, білесіңдер ғой. Бірақ мынаған қатты күлдім, боғауыз бар сөз енді. Комментарий ескертіп қойын. Давай. Видеоны көрсек. Бала ойнап жүр. Әдейі істеп тұр да. Әдейі ойнап тұр да. Ақша өтірік болып кетті ойым. Жек қойды ма мынаны? Атып отыр, әлі отыр. Өлмей отыр. Оқ тиіп отыр. Оқ таусылып қалған ба? Астына бір жан жүріпті. Өлмегесін сіңсіп тұрды. Соңына дейін соқсам деп шешті ғой деймін де. Бұны декретке жібермесем болмайды да. Өліп батыр, ұрпақ қалдырайды екен. Не істеп жүрген дейді бажа? Ол бәрі тақимен. Мен боғауыз айтпаймын де, жаман боқтау тұр. Бірақ жаман өтті осы видеода астында. Мына бала да қақ екен. Миында не ойлады екен логикасы да? Бұл походу бір оқты періп олды. Көбейтейін деп па? Оған зайып қалды. Оқты көбейтейін деп. Жақпай кетті атысып атсы ана. Жақпай алды соң. Аңғай атыс атырды, аңғай жастық болды ғой жерді көзік. Просто өліп кетпейін деді ғой да. Бір рахаттанып кетейін деді ғой. Әдемі. Құрсын бетіме әжім түсіретін болды ма? Давай кеттік. Так, менде келесі видео бір ағамыз тойда отыр, демалып. Араш, па. Түсін қара, айтша. Соң астына біреу жазып кетті, брат, тісің бөлек столда отырып па дейді. Өзі күшті демалып отырған. Шынымен адам жоқ екен қасында. Өзі бір стол отқан сияқты жалғызды. Ұялат сияқты бәрі отырған. Мына жағындағы күреш бірден ұша көргенше. Давай кеттік. Менің келесі видеом бір бала қызымен осылай келіншегімен салған ғой енді. Келіншегімен видео салған ғой. Астына біреу осының комментарий жазып кетті ғой. Жігіттің вкусы жақсы екен, қызға қарағанда дейді.
осындайға біреулер жазып кететін еді ғой, не сүре оқыдың брат дейтіндер бар ғой. Осыда болды сол, сосын сондай дінге қатыстыларды оқыған жоқпын сол. Бірақ астындағы мына қыздың жазғаны ұнады. Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт көп деген да. Натуре ғой да. Көре алмайтын жігіттер жазып отыр ғой мысалға. Иә. Осындай қыздарды қарата алмайтын жігіттер. Бірақ енді біреу жүрт қай жерден қате жүрдік дейді. Бір бала. Біз нені дұрыс жасамай жүрміз дейді. Шын, маска киіп алып қашқан сыбайлы маска киіп. Жоқ, шынымен де сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт бар деген. Жоқ, бұл жігіт менің ойымша бұл спортсмен жігіт бұл. Түрі спортсмен жігіт, бір бойдан кейін, туелестен кейін, бокстен кейін деген сияқты нәрсе сияқты. Жоқ, спортсмен болмаса да кез келген қызды бағындыра алады ғой, әрбір жігіт егер қаласа, шын қаласа. Өте. Қосылам. Бізде просто жігіттердің... Бізде халық комментарийде түрмен салыстырып кетті ғой. Бірақ мына қызға қимаймыз, мына жігітке қимаймыз. Иә. Так оның ішінде душасы деген жарқырап тұр ғой, короче. Түрі әдемі жігіттен де іші әдемі ғой оның типа. Қосылам. Солай емес па? Өте дұрыс. Солай емес пе жігіттер? Жігіттердің арасында стереотип қалыптасқан ғой, тек қыздар, әдемі қыздар, тек бай жігіттерге түрі әдемі жігіттер қарайды дегенді. На самом деле кез келген қазақтың жігіті егер шынымен қаласа, шынымен сол нәрсені істегісі келсе істейді деген нәрсеге алып келмей ма? Сол сияқты астына жақсы комментарий жазайық, болмаса үндемейік. Әрбір қазақтың қызы, әрбір қазақтың жігіті кез келген жақсы нәрсеге, жақсы адамға лайықты ғой. Бізде жігіттер тағы да айта кетейін, бізде JM Oil автокөлікке арналған мотор майлары біздің демеушіміз, және Credo парфюм. Арамызда кімнің комментарийі күлкілі болды, соған Credo парфюмнің атынан әдемі бокс ғой, мұндай ішінде қазіргі хит одеколондар. Кімнің комментарийі ал, құрметті көрермендер? Қайсысы ол? Нақтылап, қайсысы? Майкснес? Не деп айтып еді? Тельнашық. Жоқ, оған. Қайсысы? Баука дайындалған ба? Жақсы, онда Баукаға біреуін берейік. Берісі келмей ма? Credo парфюмның атынан бренд одеколондардың иесі Баука. Құтты болсын, Нұртайдікінде екен де. Осындайдың көптеген түрі бар, ол жақта барып аламыз десеңіздер, туған күнге. Сосын айтпақшы, ішінде мына карточка тұр ғой, міне. Мынаның мына жақ бетінде андай 3 рет келсең, печат соғып береді, 4-шісі тегін дейтін бар. Әдемі ғой. Құрметті достар, келесі. Заправкада сеуіп жүресің ғой. Еге бензинің шығып келмейсің ғой дейсің ғой. Құрметті достар, келесі заманауи комментте кездескенше жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме. Давайте аманшылықта жақсы комментарий жазайық тек қана. Давайте.